Сәлеметсің бе балақай, класс KZ порталына қош келдің. Бүгін біз дүниетану пәні сабағын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы біздің ата заңымыз Конституция деп аталады. Бүгінгі сабақта сен Конституция дегеннің не екенін білетін боласың. Сонымен қатар Конституцияның азаматтар үшін маңыздылығын білесің және азамат деп кімді атауға болатынын талқылайсың. Өткен сабақта біз ұжым деген ұғыммен таныстық. Ұжым деп бірнеше адамдардың жиынтығын айтамыз. Ұжым арқылы жалғыз адамның шамасы келмейтін жұмыстарды атқаруға болады. Сенің сыныбың да ұжымның қатарына жатады. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Балақай, заң дегеніміз мемлекет белгілеген міндеттердің жиынтығын айтамыз. Ал біздің еліміздің заңы Конституция. Конституция мемлекеттің негізгі заңы. Жоғары заңдық күшке ие ата заң болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда қабылданды. Конституцияда 9 тарау, 98 бап бар және Конституцияда еліміздің құндылықтары, адам және оның өмірі, құқығы мен еркіндіктері айтылған. Қазақстан азаматының құқықтарына өмір сүру, еңбек ету, жеке басының еркіндігі, тегін медициналық көмек алу, сонымен қатар демалу, тегін орта білім алу жатады. Әрбір Қазақстан азаматы өзінің құқықтары мен еркіндіктерін пайдалана алады. Құқығымен бірге міндеттерін білуі керек. Ол міндеттерге мыналар жатады. Қазақстанның азаматы басқа азаматтардың құқығы мен еркіндігіне және олардың ары мен абыройына құрметпен қарауға міндетті және еліміздің рәміздеріне құрметпен қарауға міндетті. Сонымен қатар табиғатты қорғауға, табиғаттың байлықтарына қамқорлықпен қарауға міндетті, тарихи және мәдени заттардың сақталуына үлес қосуға және оларды қорғауға міндетті болып саналады. Ал енді балақай, түсінікті болса мына сұрақтарға жауап бер. Балақай, заң дегеніміз не? Ал жауап бер. Дұрыс айтасың. Заң дегеніміз мемлекет бекіткен міндеттердің жиынтығы, жарайсың. Ал енді келесі сұраққа жауап бер. Конституция дегеніміз не? Өте дұрыс. Конституция бұл мемлекеттің негізгі заңы. Жоғары заңдық күшке ие ата заңды айтамыз. Ал енді келесі сұраққа жауап бер. Қазақстан Республикасының Конституциясы қашан қабылданды? Дұрыс айтасың. 1995 жылы 30 тамызда қабылданды. Жарайсың. Балақай, Қазақстан азаматы қандай құқықтарға ие? Біртіндеп айтып бер. Дұрыс айтасың. Қазақстан азаматының құқықтарына мыналар жатады. Өмір сүру, еңбек ету, жеке басының еркіндігі және тегін медициналық көмек алу, сонымен бірге демалу, тегін орта білім алу. Жарайсың. Ал енді бүгінгі сабағымыз қорытындылайық. Заң дегеніміз мемлекет бекіткен міндеттердің жиынтығын айтамыз. Ал біздің заңымыз Конституция. Конституция дегеніміз мемлекеттің негізгі заңы. Жоғары заңдық күшке ие ата заң. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда қабылданды. Конституцияда 9 тарау және 98 бап бар. Конституцияда еліміздің құндылықтары, адам және оның өмірі, құқығы мен еркіндіктері айтылған. Қазақстан азаматының құқықтарына мыналар жатады. Өмір сүру, еңбек ету, жеке басының еркіндігі және тегін медициналық көмек алу, сонымен бірге демалу, тегін орта білім алу. Менің бүгінгі сабағым аяқталды. Сабағым саған қызықты болды деп ойлаймын. Класс KZ порталында көріскенше, қош сау бол.